Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім. Өзің барда өзегімде жоқ шер мұң. Кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадірің де жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой маған саған оған да. Ва еркіндік, құның немен өлшенді, сені көксеп боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Настал тот день, которого мы ждали. Восстало солнце праздничного дня. О, независимость, о, Родина моя! Чтоб добиться мира и добра, летели доблестно года. И пот, и кровь, и слезы, немало горести промчало за столь нелегкие года. И, наконец, мы заслужили единство мира и добра. Солнце, счастье и любовь, как счастье в небо голубом, живет покой отныне, дружный наш народ. Да будет праздник, да будет день, которого мы все ждали, да будет солнце праздничного дня. О, независимость, о, Родина моя! Dear compatriots, please accept our sincere congratulations on the Independence Day of the Republic of Kazakhstan. This holiday is rightfully considered a symbol of freedom and power of our state. Since gaining independence, our people have brilliantly continued the great history of Kazakhstan with new achievements and successful transformations. During the years of independence, we have achieved world recognition and great progress. This significant day, we wish you good health, prosperity and stability. May peace, harmony and mutual understanding reign in your home. Happy Independence Day! Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанымызға 30 жыл. Осындай мерейлі шақта Қазақстанымыздың гүлденуіне, көркеюіне еңбек етіп келе жатқан барша қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз. Құттықтай отырып, осы челленджімізді мектебіміздің математика, физика, информатика пән мұғалімдеріне жолдаймыз.